Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен баклажаннан жасалған рулет жасаймыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған және менің отбасыма өте қатты ұнады. Екі түрінен жасаймыз: баклажаннан және кабачоктан. Жартысын кабачокты жұмыртқаға малып жасаймыз. Осылай кабачокты кесеміз, керек емес жерін жіңішке қылып ұзыннан кесеміз. Баклажанды да солып тураймыз. Баклажанды суға салып, тұз қосып, салып қоямыз. Баклажанымыз суда тұрған кезде біз ішіне салатын начинкамызды дайындаймыз. Помидорымызды көбейіп қылып тураймыз. Өз қалауларыңызша осылай укроп, петрушка қоссаңыздар болады. Қосу міндетті емес. Толығымен араластырып қойып қоямыз. Баклажанымыз суға салғаннан кейін міндетті түрде суын кептіріп алыңыздар. Баклажанды қызып тұрған майға екі жағын қызарғанынша қуырып аламыз. Жартысын осылай майға қуырып аламыз. Жартысын мен осылай жұмыртқаға малып қуырамын. Кабачогымызды алып, осы жұмыртқаны екі жағына жағып аламыз. Жаққаннан кейін қызып тұрған майға екі жағын қызарғанынша қуырамыз. Қуырып болған соң начинкамызға тұз салып араластырамыз. Біз баклажан мен кабачоктың ішіне майонез жағамыз. Майонезге кішкене сарымсақ қосып араластырамыз. Майонездің орнына сіздер сметана қолдансаңыздар болады. Сарымсақ қосу міндетті емес. Осылай баклажанымыздың ішіне майонезді жағып, ішіне начинкамызды саламыз да рулет тәріздес қылып ораймыз. Мінекей баклажанымыз дайын, өте дәмді, күшті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып